Ағылшынша бәрі қате оқитын 5 сөз. Сіз де оларды қате оқып жүрсіз бе? Өзіңізді тексеріп алыңыз. Бірінші орында тәтті тағам деген сөз. Сіз бұны қалай айтасыз? Егер desert десеңіз, сіз шөлді айтып тұрсыз. Ал тәтті тағам ағылшынша dessert. Екіншісі хор. Балалар қатысатын, сіз бұны choir деп оқысаңыз, олай емес, бұл деген choir. Үшінші сөздің мағынасы бағалау. Сіз оны гауге деп оқысаңыз, ол гауге емес, ол деген gauge. Төртінші орында нәзік деген сөз. Ол субтле емес, нестленің түрі емес, бұл деген subtle. Және бесінші орында чек деген сөз. Сіз бұны receipt деп оқысаңыз, ол қате. Ол receipt. Бұл сөздерді бұрын қалай оқыш едіңіз, пікірге жазыңыз және күнде ағылшын үйрену үшін осы парақшаға тіркеліңіз. Айтпақшы, бүгін және ертең арнайы науқан жүріп жатыр. 6 курс бір ұсыныспен. 428 мың теңге тұратын менің 6 курсым тек бүгін 49.990 теңгеге алуға болады. Тіркелу үшін менің жекеме 6 курс деп жаз.